Акшамлар хайыр, ноябрьнан 11 эфирде заман Қырым ве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілерін мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Ишгалжилер тарақташ имама Абляким Галиевна қанунсыз миссионерлік фалиетте қабатлав 5000 рублей пара жазасына белгіледі. Қарарына судақнан Ишгалжилер махкемесі шығарған. Имам Галиевке қаршы мемори даваны Ишгалжилернан құветшілері да кечкен сене башлатқан еді. Озы қайдеткенне көре Ишгалжилер незаретінде олған Қырым муфтиятының ведегер дини тешкілятынан азасы олмай, ама намазларына ат беру дуа ве женазет етбірлеріні кечіреді. Санки дерсін ұқық бозылуы тарақташ жәмесінде япылған. Имайжы тарафы қайдеткенне көре бойле шекілді Ишгалжилері незаретінде олған Қырымдаки муфтиятнен иш тұтмаған ве оларға бойсунмаған имамларға қаршы систематик шекілде япылған басқыдыр. Мы с этим решением категорически не согласны. Вчера на судебном заседании был адвокат Курбединов. Он подавал ходатайство на то, чтобы рассмотреть в зале судебного заседания видеозапись, которая была произведена в мечети и которая легла в доказательную базу виновности в отношении Галиева. Просмотрев видеозапись, мы там ничего не увидели, мы об этом им сказали. В принципе, судья тоже так немножко была в шоке от того, что увидел. Но тем не менее, суд вынес решение. Для того, чтобы провести религиозный обряд, который является обязательным в нашей религии, как джума намаз, нас подводят к тому, что мы должны брать разрешение либо у государства для того, чтобы зайти там и провести этот обряд, либо нас толкают на то, чтобы мы брали разрешение у агентов этого государства в лице Думка. Поэтому я считаю, что сегодня то решение, которое суд вынес, оно считается неправильным, даже с юридической точки зрения, потому что в действиях моего доверителя никаких составов правонарушений нет. Он выполнял свой религиозный обряд в мечети, в культовом сооружении, так же, как и остальные мусульмане, которые туда пришли. Ишгалжилері вел бойле қабатлав бойынша Ақмеджи жемесінің имамы Расим Дервишевні қабатлы олырақ таныды. Мемори давалар Ақмеджит районы Заречная койының муллалары Арсен Кантемиров и Асан Бекировқа қаршы да башлатылған еді. Алушта дини жемиетінің елбашысы Юсуф Ашировты айны қабатлав бойынша пара жазасын алды. Ички районынан Заветная койының имамы Делавер Халиловны жұма намазы кечіргені үшін қанунсыз митинг кечіргенінде қабатлы олырақ танып 30.000 рублей пара жазасын алған еді. Қырымның Юқары Рус махкемесі Фуальвия Қорчалайжы Лутфия Зудиеваға низбетен шығарылған тенбиелевні қануни олырақ таныды. Майыс айында сөзде Жанкой прокуратурасы ве полициясы Зудиеваға экстремизм әрекетлеріні япмамасы үшін тенбиелев берген еді. Жанкой махкемесі Зудиеванан бұл тенбиелев ляху етілмесі шекетіні қанатлендірмеді. Қырымның Юқары Рус махкемесі де қарарыны дегіштірместен қалдырды. Адвокат Алексей Ладин хабер еткенне көре прокуратура қадемлері Санки Дерсін ФСБ-нің гізлі малюматларына атиф еті бұл тенбиелевлеріні шығарған. Ләкин махкемеде біле бұл малюматларына ачықламағанлар. Зудиеваның фікіріне көре бөле шекілде Ишгалжилер Қырымда олып кечкен вақаяларына айдынлатқан инсанларға басқа еті. Сегодня в суде я неоднократно говорила о том, что нельзя ставить знак равенства между экстремистской деятельностью или какой-то антиобщественной деятельностью и работой журналиста, работой правозащитника. Это совершенно разные вещи. И когда представитель прокуратуры приходит и приносит предостережение за то, что человек может организовать информационное сопровождение какого-то митинга или какого-то мероприятия, или обысков, или арестов, он прямым текстом говорит о том, что государство не хочет, чтобы об этих политических репрессиях знали где-либо, не только внутри Крыма, но и за его пределами. Конечно, мы с этим не согласны. Мы не согласны с законностью таких предостережений, потому что каждый человек имеет право на свободный доступ к информации, а журналисты имеют право на освещение любых событий на территории полуострова. И ни силовики, ни органы власти, ни какие-то заинтересованные лица не могут оказывать давление на работу таких людей для того, чтобы скрыть свои преступления.
Адаптив карантины еріне умумеве ратлық күні карантины. Украина үкіметі COVID-19 тарқалуына тоқтатмақ үшін яңа сыңырланулар кірсете. Енді мемлекет бойынша портақал зона карантины чалышмалы. Ратлық күнлері есе жиди сыңырланулар олacak. Кинотеатр, театр, тижарет мерkezлері ашайыт сатмаған түкенлар, кавехане ве ресторанлар чалышмайжақ. Олар тек қапудан сатып олacaklar. Сыңырланулар, илячхане, ашайыт түкенлары, яқарлық нұқталары ве жемат нақлиятына тарқалмай. Башназир Денис Шмыгаль яңы сыңырлануларны оңайтсыз ама кереклі деп адландырды. Үкімет сыңырлануыны девамында ішсіз қалған ішчілерге айлықларының бір қысмыны одемеге шандырды. Сағлық Назир Максим Степанов қайдеткеніне көре, 3 апталық жидди карантин кірсетілсе, коронавирус тарқалмасына эксілтмек мүмкін еді. Ама бұл мемлекетінің иқтисадиятына менфи тесір ете біле. Для нас, лікарів, я думаю, що найкращий спосіб – це застосування повного локдауну на не менше, ніж на 3 тижні. Це з точки зору епідеміології, з точки зору розповсюдження хвороби. Це найкраще, це те, що ми хотіли би, щоб було зроблено, щоб наша медична система витримала це навантаження. Але керуючись, спираючись в тому числі на ті розрахунки, які були від Міністерства економіки, від Міністерства фінансів, і те, що говорив прем'єр-міністр України, ми не в змозі витримати повний локдаун. Украинада кечкен күн девамында 10.611 яңы COVID-19 хастасы белгіленді, 191 кіші вефат еткен, 6.802 кіші тедевеленген. Хасталарының ең чоқ сайысы Киевде 965 хаста қайдетілген. Сағлық назерлігінде хабер еткенлеріне көре ағыр хаста олған инсанларынан сайысы артмаға ве вирус агрешлесмеге девам ете. Өз-өзіні тедевеленов сағлыққа ең бұйық зарар кетіреді деді Назир Максим Степанов. Хасталық енді башланғаны вақыт антибиотик ичмемеге чағырды. Оның сөздеріне көре бір чоқ хаста қоранта екіміне бармастан өзі илячханеден бірден бір қач антибиотик алып ичі башлай. Сағлығына тек зарар кетіре. Хасталық башланғаны вақыт антибиотик ичілген олса, сағлық феналышқаны вақыт антибиотик тесір етмей біле. Оның үшін хасталықның симптомларына дуйғанлар бірден қоранта екіміне мұражат етмесіні тевсие етті. Я прошу вас, шановні українці, припинити самолікування для того, щоб надавати кваліфіковану медичну допомогу. Головне, допомогу медичну, від якої вам буде ставати легше, ви будете одужувати. Це треба, щоб робив виключно лікар. Він знає, в якому стані ви перебуваєте і що саме в цей момент треба давати. Ишғал етілген Қырымда 268 яңы COVID-19 хастасы белгіленді. 7 инсан коронавирус хасталығы ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұл ишғалжылерінің ресми статистикадыр. Шымды хасталықны еңгіл кечірген инсанларының қан плазмасыны топла башладылар. Бұны ишғалжылер акимиетінде Сағлық Назира Александр Остапенко хабер етті. Бұл антикорнен плазманы ағыр хасталарға төкежек екенлері. 90% эффективлік көстерген Американың Pfizer ве Алманияның BioNTech фармакология шіркеті COVID-19 хасталығына қаршы иляч вакцина ишлеп шығарғаны аққында хабер етті ве о 3-ші басамақ сынавындан кечкен. Сынақда 40.000 инсан иштирак еткен, сағлыққа бұйық зарар кетіргені қайдетілмеген. Бұл препаратлар инсанның организмына вируснен оз күченен күрешмеге алыштыра. Вакцинада олған элементлер вирусның структурасынан бірлешіп организмге бұл душман элемент олғанына көстере. Бұл вақыт организм вирусны белгілеп yok ете. Ноябрьнің сонына қадар вакцина таздықланса, шіркет декабрьнің сонына қадар 50 миллион доза келечек сене девамында 1 миллиардтан зияде доза азырламаға азырыд. Тапсилатлыжа, левқамызда сейретініз. Американың Pfizer ве Алманияның BioNTech шіркетлері COVID-19 хасталығына қаршы япқан эксперименталь вакцинасы 90%-дан зияде эффективлік көстерген. Пандемияның екінші далғасынан күрешкен дүнияға бұл ваат еткен хабердір. Вакцинаны ішлеп шығарған шіркет темсілшілері қайдеткеніне көре вакцина құлланғаны вақыт сағлыққа зарар кетіргені қайдетілмеген. Препарат 3-ші сынав басамағындан кечмекте. Декабрьде бұл вакцина Америка Бірлешкен Девлетлерінде сатылышқа шығарыла біле. Шіркет елінің сонына қадар вакцинаның 50 миллион дозасыны япып етіштірмеге шандыра. Келечек сене девамында 1 миллиард 300 миллион доза япылмасы көзде тұтыла.
Ми усвідомлюємо, що попит буде набагато більшим за наші виробничі потужності. І зараз ми намагаємося знайти спосіб збільшити продуктивність. Сьогодні щодня в США від вірусу гине 1000 людей, так що часу втрачати не можна. Уртарыжы вакцина сонки сынавлардан кечкені аққында хаберні мутихассылар ағыр сабырлы оптимизмнен қаршылады. Першою реакцією, звичайно, була думка, що це світло в кінці тунелю. Це досить хороші новини, які змушують нас посміхатися. Однак вакцина поки в стадії розробки. Ми поки не знаємо, як її сприймуть люди похилого віку. Не вивчена також реакція вагітних і дітей. Але це перші кроки в довгій подорожі. Бірқач мемлекет препарат сатын алынмасы үшін аңлашмалар имзала башлады. Авропа бірлігі ел басшылары ве Pfizer шirketi вакцинаның 300 миллион доза салынмасы аққында аңлашма имзалады. Оңа көре бірінші партия бұл елінің сонына қадар Авропа мемлекетлеріне елланылмалы. Це наразі найперспективніша вакцина. І щойно вона стане доступною, ми плануємо її негайно розповсюдити по всій Європі. Кожна держава-член ЄС отримає справедливу частку пропорційно, одночасно і за однакових умов. Ми вже почали працювати з державами для підготовки національних кампаній зі щеплень. We have already started working with member states to prepare national vaccination campaigns. Вакцинаны алмақ үшін дигер мемлекетлер невбете тұра. Ләкин о япылғанындан инеленгенне қадар 80 дереже суықта сақланмалы. Бұның үшін Африка, Азия ве Латин Америкаға вакцина алып барылмасы қиынлаша. Спекотний клімат означає, що потрібні охолоджуючі пристрої, і вони повинні бути потужнішими. Однак в країнах, що розвиваються, спостерігаються перебої зі світлом. Там близько 30-40% медичних центрів не підключені до електромережі. Як привести туди холодильник? Потрібно використовувати або дизельні генератори, або сонячну енергію. Також в деяких країнах лише в 10% їх медичних центрів є працюючий холодильник. Авропа бірлігінің бірчоқ мемлекеті карантин сыңырлануларыны куветлештірді. Бүйік Британия, Франкистан, Италия ве Испания коронавирус тарқалуы бойынша лидерлер. Оның үшін бұл мемлекет сакенлері вакцина тез вақытта Авропаға кетірілежегіне умут ете. Ми бачили офіційне повідомлення про те, що результати обнадійливі, але подробиць поки немає. Я хотів би дізнатися більше, але, звичайно, коли вакцину розроблять, я буду в черзі бажаючих зробити щеплення. Вони повинні припинити вживати заходів, а просто надати вакцину. Це все триває майже рік, але вакцини досі немає. Pfizer ve BioNTech şirketlerinde vaksinanın fiyatı orta bazar fiyatından ucuz olacağını aytalar. Buna beraber fiyatlar memleket ve regionga göre farklanacaktır. Vladislav Stuzhuk, Zaman, ATR. Қырмыжғалы танылмамасы сиясетінде екі түрлі стандартлар олмамақ керек. Украина тышышлері назерінің бірінші муавині Менеджепар BMW шirketini машиналардaki навигацион карталарына түзетменге чағырды. У Авропа бірлігі Қырым ишғалыны танымағанını хатырлатты. Оның үшін шirketте халқара ұқығы ве бірлешке милетлерінің баш ассамблеясы қабыл еткен резолюцияларыны riayet etmeli. Русияде сатылған BMW машиналарында қарита ишғал етілген Қырымның Русия қысмы оларақ көстермекте. BMW шirketінде хабер еткенлеріне көре, олар бір мемлекет үшін çalışқан қанунларға айры esaslanып навигацион системаны yüklей екенлер. Ми нагадуємо БМВ про резолюцію Генеральної асамблеї ООН 68-262, яка підтверджує український статус Криму. Всі навігаційні карти, які надають в БМВ, повинні відображати той факт, що Крим – це Україна. Компанії ЄС повинні дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму. Тут немає місця подвійним стандартам. Демократия принциплері инсан ақлары ве сербеслігі қоршаланмасы муафақиетлері үшін тарихчы Гүлнара Бекирова тоталитар режимлері ТХХТУ Чехия институтының премиясына наил олды. Гүлнара Бекирова Украинадан көстерілген екәне намзеттір.
Тарихченен берабер onun махаллеріні дерчеткен Полония мejmuасы да bu премия ғана ел oldu. Тарихчылар арасында шерифлі olған мукафатны Чехия сенатында бермек керек еділер. Ләкин пандемиядан себеп тағдирленов мерасимына кележек сенеге қалдырғанлар. Гүлнара Бекирова қайдеткеніне көре бұл мукафат тек оның дегилде о мақаллер язған. АТР телеканалында передача ве весиқалы фильмлер шығарған Қырым татар халқына айыттыр. После которого судили нет. Бұл саат қазір олған соңки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. АТР-ден есе айрылмаңыз көрішкенже.